Dostlar, bizler сөйлей алмай қалдық ма? Неге? Білмеймін сіздің сұлулығыңызға. Не, қайда шортан қайдың? Шортан жоқ бұл. Ренжіп қалдым, короче, мынандай жол екен. Бүгін әдемі болса ерекше. Короче, эфир қарап отырамын да. Айгүл туралы тема қозғалып кетеді тұғын. Уже андай нелер пайда болып жатыр ма не? Басқа конкуренттер, кандидаттар жетіп барған сол. Сонымен сен келеді деп күткен жоқпын негізі. Сен тренировка баруың керек болады. Туған күнге қойсын дейсің. Нормально. Бұйырса таныстық жалғаса ма? Мен қарсымын өзім таныстыққа. Неге қарсы? Жүрегім шыдамайды мені. Неге қарсы? Әрбір жігіт саған назарын аудартай берсе, ол не болған? Ой. Ол да мені қызғанады шамалы. Сосын ғой қыздармен кездеспей жүрген. Подруга деген жоқ менде. Қайырлы түн, қалайсыздар? Той-тойлап болған шаршаған түріміз. Мамамыз да әр бұрышта бағанып отырып, былай ұйықта қалады. Кішкене шаршап қалды. Кеше де қонақ болды. Бүгін апамызды аягөзге шығарып салдық, кетті. Ол кісі негізінде біраз толғанды, ойланды. Бармай, мынау сөйтіп, мама енді қалай, бұл сіздің немереңіз деп. Жарайды, енді барайын де, ана үшін сен үшін келдім деп. Негізі ол кісінің келгені маған кәдімгідей өзіме күшті болды. Сол бұл негізі ұзату емес. Көп адам неге ұзатылмай кетті деп аң-таң болып жатыр. Бұл ұзату емес қой. Бұл жай ғана сырға салу. Әуелгі алғы шарт, сондай жөн жоралғы. Содан кейін ұзату болады. Мейрамхананы мен өзім таңдадым. Содан кейін қатты қорықтым ғой, астар дәмсіз болып қалса, ұятып қалады деп. Өйткені өте ыңғайлы локацияда орналасқан соң, мегаға қарама-қарсы, анау жақ трассаларға кетпей, келген қонақтарға да ыңғайлы, кең парковкасы бар, жалғыз тұр. Сол үшін таңдаған едім. Бірақ болады, жақсы. Жаман емес. 4 деген баға шығады, наверное. Бағалап отыр дейді, менен біреу баға сұрады ма? Бірақ. Алла сабаны бізде Сұлтан тапты, өзім табам деді. Одан кейін мен қатты уайымдадым. Қалай өтсе екен, көңілді бола ма? Папам да айтып қояды, жақсы жүргізе ме, күшті бола ма, қалай болады деп. Содан кейін өте күшті, бәріміз семьямызбен, келген қонақтар да риза. Өйткені ешбір ерсі қылығы жоқ, әзілдері жоқ. Өте жоғары деңгейде мәдениеті, бірдемде өте көңілді ойындарымен күшті. Қонақтарға да қатты ұнады. Отбасымыздан рекомендациям сіздерге. Естеріңізде болсын, Қанат Досан керек болса. Бізге жақсы, бізге ұнады. Енді мама екеуміз мүлдем тамақ ішемеппіз, су іше беріппіз болды. Одан кейін біткеннен кейін қарнымыз аш екен деп күлеміз ғой. Бірақ енді ол барлық сол той-тойлаған жандарда солай болатын шығар. Бір өзіңде қатты бір өзіңді қарның ашып тұрған сияқты сезінбейсің, тоқ сияқты жүресің. Ал одан кейін деген соң қарның ашады.